Павлодар облысында мемлекеттік қызметте 4000-нан астам адам еңбек етеді. Дегенмен ауылдық аймақтарда кадр тапшылығы бар. 256 вакансия бос тұр. Әсіресе техникалық мамандар, ветеринар және экономистер қажет. Өңірлік коммуникация қызметінде мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аймақтағы департамент басшысы Ержан Қарымсақов құқық бұзушылық фактілерін мәлім етті. Өткен жылы мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттеріне қатысты 140 өтініш түскен. Департаментпен 42 тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 5552 бұзушылық анықталып, 25 ұсынулар мен ұйғарымдар енгізілді. Аудан қала аудандарында мемлекет қызметшілерімен кездесу барысында, яғни бірінші мәселе осы мәселені көтерем. Яғни мемлекет қызметші бола тұра қазіргі таңда енді заман енді шамалы енді біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Яғни өзінің жүріс-тұрысын туралы мен жаңағы соцсетке шамалы енді тиым салынады деп айтамаймыз, бірақ абайлап салу керек. Сонымен қатар өзін жаңағыдай әдеп ұстауға шақыруға енді барлықтарына ескертеміз енді. Сонымен қатар енді қызмет автокөліктерді өз жеке пайдасына пайдаланбау мәселесіне қатысты. 2022 жылы жүргізілген 33 бақылаудың нәтижесінде 7000-нан астам бұзушылық факті анықталды. Ең көп бұзушылық, яғни 7264 жағдай жер қатынастары саласына тиесілі. Оның ішінде 7352 бұзушылық Павлодар қаласының жер қатынастары бөлімінде анықталды. Мәселе қалалық қоғам кеңесінде талқыланды. Оның ішінде жер комиссияның құрамында мемлекет қызметшілер бар. Сонымен қатар коммуналдық мемлекет орындарының өкілдері бар. Яғни Водоканал, Қазақ Телеком. Енді сол араларында шамалы енді түсінбеушілік бар екен. Бұлар енді айтады, енді мына жақта енді комиссия шығарады, мына жақта жер беруге болады. Оған енді коммунальный служба қараған кезде қызыл линиям дейміз. Ол беруге болмайды. Сондықтан шамалы араларында уақыт шамалы аралап кетті да, сондықтан тиісінше ол қаулыға келген кезде уже яғни сроктар бұзылады да. Нәтижесінде енді біз енді қала әкіміне ұсыныс бердік. Осы мәселені болдырмау мақсатында, яғни бір алгоритм құрсын деп, қай уақытта, қай мемлекеттік орган, қай коммуналдық орган неше күнде жаңа құжаттарды қарайды. Жүргізілген бақылау іс-шаралар нәтижесінде облыс бойынша 43 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Мемлекеттік органдардың 15 лауазымды тұлғасына қатысты 20 хаттама. Оның ішінде жер қатынастары саласындағы бұзушылық үшін 16 хаттама толтырылды. Мемлекеттік бюджетке 719 805 теңге айыппұл өндірілді. Мөлдір Сағидолла, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.